Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай кішкентай тортымыздың, яғни бенто торттың жасалу жолын, рецебін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, миксердің көмегімен шайқап аламыз. Үстіне қанттың аз-аз бөлігінен салып отырып, осындай көбікке айналғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Көпіршік масса пайда болған соң үстіне сүт құямыз. Сосын миксермен шайқап тағы да араластырып аламыз. Одан соң үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, ұнның аз-аз мөлшерінен бөліп салып отырып, миксермен араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп, осылай миксермен араластырып аламыз. Мұнда көрсетілген заттардың барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көріп, бірге жасап көріңіздер. Консистенциясы осындай болып шығады. Енді дайын болған массамызды табамызға орналастырамыз. Пергамент қағазын төсеп, үстіне массамызды құйып, бетін тегістеп, алдын ала қыздырылған 160-170 градус пешімізде пісіріп аламыз. Менде жарты сағаттың ішінде осылай қызарып пісіп шықты. Енді тортымыздың формасын жасайтын боламыз. Мен ол үшін осындай жүрекше ыдысты қолдандым. Егер өздеріңізде форма болатын болса, форманы қолдансаңыздар болады. Алдымен осылай теңдей етіп 4 бөлікке бөліп алдым. Төрт бөлікке бөліп, жаңағы ыдысымызды қойып, үстінен осындай жүрекшелер жасап кесіп шықтым. Корждарымызды кесіп болғаннан кейін кремін дайындауға кірісеміз. Мен бұл жерде сливки мен творожный сыр, сахарный пудра үшеуін қосып жасадым. Оның мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дайын болған креміміз бен корждарымызды жинайтын боламыз. Осылай күрекшенің көмегімен жинап, тортымызды құрастырамыз. Бір қарағанда қиын болып көрінгенімен, жасау жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортымызды осылай қаптап болғаннан кейін бетін түзулегіш құралмен осылай түзулеп шығамыз. Менде бұл жерде крем артылып қалғандықтан кішкене қызыл бояу қосып, қалған кремнің түсін өзгертіп, сәндейтін боламын. Сәндеу жағынан өз фантазияңызға ерік беріп, неше түрлі жемістермен де сәндесеңіз болады. Бұл жерде крем артылып қалғандықтан осылай розовый түс шығарып алып, бетіне осылай насадканың көмегімен гүлдер жасап шығардым. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Тортым бұл жерде өте әдемі болып шықты, балаларға ұнады. Мінекей беткі бөлігіне осындай насадканың көмегімен осылай гүлдер жасап шықтым. Енді креміміздің қалған бөлігімен торттың астыңғы жағын безендіретін боламын.
Мінекей астыңғы бөлігіне де жағып біттім. Осындай розовый түсті жүрекше торт пайда болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.